Воздушный яма. Яғни әуе шақырулар. Жолаушыға немесе ұшаққа қауіпті ме? Талқылап көрейік. Турбуленттік жолаушылардың үрейін ұшыратын құбылыстардың бірі. Турбуленттік деген жалпы атмосфераның физикалық қасиеті. Яғни ол жерде ауаның температурасы, қысымы, желдің бағыты мен жылдамдығы ұдайы өзгеріп отырады. Дәл осындай әртүрлі ауа массалары шоғырланған жерден ұшақ өтсе, ұшақтың салонында түрлі дірілдер, тербелістер пайда болады. Яғни ұшақ шұңқырға түсіп шыққандай тербеледі. Турбуленттік құбылыстардың ішінде ең қауіптісі ашық аспан турбуленттілігі. Себебі әдеттегі турбуленттікке қарағанда ашық аспан турбуленттілігін анықтау, алдын ала болжау өте қиын. Статистика бойынша соңғы 25 жылда турбуленттік әсерінен бірде-бір әуе апаты болған жоқ. Бұл оның ұшақ үшін қауіпсіз екенін дәлелдейді. Ақпаратты ұсынған Қазаэронавигация. Саған бауырым, осындай авиациялық ақпараттар қызық